Сәлем достар, мен сіздерге бүгін жасанды интеллекттің желілерінің бірі ChatGPT туралы айта кетейін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. ChatGPT бағдарламасын Play Market немесе App Store'дан жүктеп алып, оған тіркеліп, ішіне өзіңіздің іздегеніңізді сұрайсыз. Ол үшін мысалы сұрайтын затыңызды толықтай, не сұрайтыныңызды толық жазатын боласыз. Мысалы мен алда Астана күні мерекесі келе жатыр, соған орай Астана күніне слайд құру деп жазатын боламын. Қысқаша жазып көрейік, енді соны жібереміз. Астана күніне слайд жасау үшін төмендегі қадамдарды орындауға болады дейді. Бірінші тақырыбын таңдап аламыз. Мысалы Астана күні тарихы мен маңызы деп жазамыз. Одан кейін кіріспесін жазамыз. Тарихы, қаланың тарихы, оның дамуы, мысалы мәдени шаралар туралы айтып береміз. Концерттер, көрмелер, мемлекеттік маңызын жазамыз. Одан кейін фотосуреттер, Астананың көрікті жерлерінің суреттерін саламыз слайдқа. Ең соңынан қорытындысын жазамыз. Соңғы бетте қысқаша қорытынды жасап, Астана күнін атап өтудің маңызды екенін тағы бір рет жаза кетеміз. Слайдтарымыз әдемі болу керек, фондары бір-біріне сәйкес келіп, шрифтлары әдемі көріну керек. Осылай слайдты құрамыз. Екінші мерекелік сценарийді қалай жазатынымызды сұраймыз. Мысалы эссені де сұрасаңыз болады, оқушы, мұғалім болсаңыз. Сценарийде Астана күнінде қалай бастаймыз, мысалы ашылу сәті, жүргізушінің қалай бастайтыны концертті. Одан кейін мемлекеттік әнұранды орындайтын жазамыз. Құттықтау сөздерін, мысалы қала әкімшілігі құттықтау сөз айтатын болса, соны жазып қоямыз. Одан кейін мерекелік бағдарлама ішіне әндер, поэзия, билер, қойылымдар қойылатынын жазамыз. Астана туралы видеороликтер ұсынамыз, көрікті жерлері, ғимараттарының, спорттық шаралар мысалы. Сол туралы сценарийдің ішіне кіргізетін боламыз. Ең соңында қорытынды бөлімде құттықтап, тағы да Астана күнімен еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген сияқты құттықтау сөзбен немесе әнмен кештің соңын аяқтаймыз. Енді мысалы тағы да бір мәліметті іздейтін боламыз. Әдістемелік нұсқаулық дегеніміз не деп. Оған мысалы анықтамасын шығарып береді. Оның кіріспесі, теориялық бөлім, практикалық бөлімі туралы бар екенін жібереді ең соңында. Мысалы мұғалім болсаңыз, математика пәнінен тағы қандай бір тақырыптың әдістемелік нұсқаулығы деген сияқты осыларды шығарып береді. Енді слайдты қалай құрғанда, слайдты қай программамен жасайтынымызды барлығын жазып береді. Мінекей Астана күніне слайдты осылай шығарып берді. Манағыдай әр іздеген затыңыздың, мысалы сценарий бола ма, слайд бола ма, оның кіріспесі, ортасы, қорытындысы болатынын барлығын бірінен соң бірі этап-этабымен көрсетіп береді. Енді тағы бір фотоны іздеп қарайық. Мысалы мына жерде бір галереяда бір қыздың киіп тұрған көйлегімен жіберетін боламыз. Бұл туралы да мәлімет шығарып беретін болады. Кез келген затыңызды іздейсіз, жаныңызға не керек? Мысалы бұл суретте қызғылт күлгін түсті костюм киген әйел бейнеленген дейді. Сипаттап жатып береді. Мысалы суретте не бейнеленген екені, бұны қай жерге киюге болатыны, соның барлығын жазады.
Енді тағы бір сурет қараймыз. Сразу тауып береді. Бұл суретте ұлттық киім киген әйел мен қыз бейнеленген дейді. Екеуі де күлімдеп, бір-бірін құшақтап тұр дейді. Осылай тауып береді. Енді тағы бір кезде бір музыка или аудиоларыңызды да іздеп тапсаңыз болады. Мысалы, мен домбыраны деп іздедім, бірақ алдымен өңдеп шығуым керек дейді. Бір сәт күте тұрыңыз дейді. Осындай өзгешелік, ерекшеліктері бар ChatGPT-дің, жасанды интеллекттің мүмкіндігі өте көп. Барлықтарыңызға осы программаны жүктеп алып, керектеріңізге жаратсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.